Қазір вирусный инфекцияның шұғыл таралып жатқан кезі. Бір үйде біреуміз ауырсақ, екіншісіне жұғып, үшіншісіне жұғып, атасы, әжесі, баласы, немересі дегендей барлығы бірінен-біріне жұғып ауырып жатыр. Осы жұғымдалуды азайту үшін біз үйде не істей аламыз? Мынандай бір тамаша әдіспен сіздермен бөлісемін, үйде сынап көрсеңіздер болады. Бірінші, Қытайдың соя соус деген бір дәмдендіргіш салатқа қосатыны бар, мындай қара түсті. Осындайды аласыз. Сосын сізге чеснок керек. Алғаннан кейін бірінші отқа қоямыз. Осы соя соусты 50 грамдай қайнатамыз. Бастағанда біз мына чеснокты турап аламыз. Осындай ұсақтап турап. Неке осындай ұсақтап тураймыз да, неке осыны мына қайнаған соустың ішіне саламыз. Тағы бір қайнатып аламыз. Неке осып қайнатып аламыз да, осының буымен барлық үйді бұлай кәдімгідей аластаған сияқты буын әрбір үйге кіріп шығамыз. Мүмкін бұны буын бір үйге неке мына үйді ақырын аралаймыз. Үйге мүмкін осыны бітіп қойып қойсақ та болады. Қойып әрбір үйге осыны қайнатып болғаннан кейін бір қайнатып аламыз да 10 минуттан мына бөлмеге бір, сосын тағы бір бөлмеге тағы бір 10 минут, тағы бір 10 минут, осылай бір қоятын жерге осы 10 минуттан әрбір жерге қоямыз. Сол кезде бұл осы үйдің дезинфекциялағанмен бірдей болады. Бұл табиғи нәрсемен, табиғи жолмен дезинфекциялау. Осылайша әрбір үйді дезинфекциялап, вирустан аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Осы сіздерге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біздің инстаграмға жазылмаған болсаңыз, қазір жазылып алыңыз. Осындай тамаша әдістермен сіздермен бөлісетін боламын.